Сәлем достар, ешқандай таразыны қажет етпейтін, пеште емес бар болғаны табада 5-7 минутта пісіп шығатын пиццаны рецептісімен бөлісемін. Бізге керегі майонез, жұмыртқа, ұн және де салмасына өздеріңіз қалауларынша салсаңыздар болады. Менде бұл жерде колбаса, сыр, орегано дәмдеуші және де салат. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне 8 ас қасық майонезімізді саламыз. Жақсылап екеуін араластырып аламыз. Одан соң ұнымызды аз-аз мөлшерден сала отырып, бір массаға жеткенше араластырамыз. 10 ас қасық ұн салдым, яғни ас қасығымызды, үлкен қасығымызды толтырмай ұнды аласыздар. Солай бір массаға жеткенше жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай сұйықтық болып шығады. Қызып тұрған табамызға кішкене ғана сұйық майды жағып шығамыз. Асты орташа отта болуы керек. Менде таба жабыспайтын таба. Сіздерде де сондай болғаны жақсы. Менің табам кішкене болғандықтан мен пиццаны 2-ге бөліп жасап алдым. Егер табаларыңыз үлкен болса, тек бір пицца жасап алғандарыңызға да болады. Одан соң біздің тестамызды, яғни қамырымызды осылай жайып шығамыз. Одан соң мен осындай дайын банкадегі салатты салдым. Егер ол болмаса, кетчуп салсаңыздар да болады. Бірақ осындай салат қосатын болсаңыздар, пиццаларыңызға ерекше дәм береді. Одан кейін осындай орегано дәмдеушін салдым. Кез келген магазиндерде сатылады. Бұл да пиццаға нағыз пиццаның дәмін береді. Барынша қосқандарыңыз жақсы. Одан кейін колбаса салдым. Ең соңында сырды салдым. Енді бұл ішіндегі салмасы өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Енді бұның пісуі, пиццаның пісуі негізі 5 минут пен 10 минуттың аралығы алады. Менде 7 минутта пісіп шықты. Сіздерде мүмкін 5 минутта пісіп шығады. Осылай өте керемет болып, тез, ешқандай уақытты да қолдың жұмысын да алмайтын, тез пісіп шығатын пиццамыз дайын болды. Мінекей мен қазір сіздерге кесіп көрсетемін. Өте жұмсақ, асты да жабыспайды, тестасы да ешқандай қалың немесе жұқа болмай, осылай дәл пиццаның тестасы сияқты дайын болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер.